Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Фатима каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз үй жағдайында шоколадты печенье жасайтын боламыз. Бұл печеньенің арасына шоколад қосу арқылы печеньеміз 2 есе дәмді болып шығады. Ал ендеше сіздермен бірге жасауды бастайық. Ең алдымен бізге керегі бөлме температурасындағы жұмсақ 100 грамм сары май. Осы 100 грамм сары майымызға 160 грамм шекерімізді қосып, сары май мен шекеріміз жақсылап тұрып біріккенше араластырамыз. Достар, осы печеньенің толық құрамын видеоның астындағы описанияға жазып қалдырамын. Достар, осы печеньені жасайын деп жатқан кезде жұмыртқа мен шекерді алдын ала тоңазытқыштан шығарып, бөлме температурасына қойып қойыңыздар. Сосын 2 жұмыртқамызды қосып, тағы да жақсылап тұрып араластырамыз. Достар, осы печеньені міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл печеньеміз өте дәмді болып шығады. Әсіресе сіздердің балаларыңызға ұнайтын болады. Мінекей мына шетте жұмыртқамызды қосып, бір керкі болғанша араластырып болған соң, келесі кезекте ұнның кезегі. Осы печеньенің қамырына мен ұнды 2-3 бөлікке бөліп барып қосамын. Бұл жерде ұнымыздың бірінші бөлігін міндетті түрде електен өткізіп болған соң, келесі кезекте бізге керегі қопсытқыш, осындай 1 шай қасық толтырып қопсытқышымызды қосамыз. Сосын ары қарай венчиктің көмегімен жақсылап тұрып араластырамыз. Достар, сіздер осы менің YouTube каналымнан басқа да оңай жасалынатын, дәмді болып шығатын печеньелердің рецептін көре аласыздар. Осы видеоны көріп болған соң, сол басқа видеоларымды да көріңіздер. Мінекей мына шетте ұнымыздың екінші жартысында қосып жатырмын. Мына видеода мен қазір ровно 300 грамм ұн қостым, сосын тағы да 50 грамм ұн қостым. Яғни осы печеньенің қамырына менде барлығы 350 грамм ұн кетті. Сіздер осы печеньенің қамырына ұнды өздеріңіздің қамырларыңызға қарай қосыңыздар. Себебі әр ұн әр түрлі болып келеді. Бізде жұмсақ, қолға жабыспайтын бір керкі қамыр шығу үшін осындай менде 350 грамм ұн кетті. Сіздерде көбірек ұн кетуі мүмкін. Сол үшін де қамырларыңызға қарай ұнды 2-3 бөлікке бөліп барып қосыңыздар. Ұнды 2-3 бөлікке бөліп барып қосатын болсаңыздар, қамырларыңыз жұмсақ, бір керкі болып шығады. Мінекей мына видеодағыдай қамырларыңыз осында эластичный, өте әдем болып шығу керек. Енді келесі кезекте бізге керегі осындай бір плитка шоколад. Бұл жерде 90 грамм. Үйлеріңізде қандай шоколад бар, соны қоса берсеңіздер болады. Менде бұл жерде Қазақстан шоколад. Осы шоколадты майдалап турап аламыз. Сіздер бұл печеньеге сүтті шоколадты немесе ақ шоколад қоса берсеңіздер болады. Ол өз қалауларыңызда. Және де шоколад қосып қасына тағы грек жаңғағын, миндаль қосып жүрсеңіздер өте дәмді болады. Мінекей шоколадымызды турап, осы шоколадымызды қамырымыздың үстіне осылай әкеп саламыз. Сосын ары қарай осылай шоколадымыз біріккенше қамырымызды илейтін боламыз. Ендігі кезекте мен әр қамырды 10 граммнан өлшеп, осылай пергамент қағазы төселген формамыздың үстіне қатарынан қойып шықтым. Сіздер осылай әр қамырды өлшеп отырғым келмейді десеңіздер, онда қамырларыңызды шамамен көз мөлшермен кішкене қылып бөліп осылай қатарынан қойып шықсаңыздар болады. Және де достар, дәл осы кезде пештеріңізді 180 градусқа қыздырып қойыңыздар. Осы бір қамырдың ішінен, яғни бір қамырдан менде шамамен 80 штук печенье шықты. Мен бұл жерде әр печеньені 10 граммнан өлшеп алдым. Осылай 10 граммнан өлшеп алатын болсам, 80 штуктай печенье шықты. Осы печеньемізді қызып тұрған пеште 180 градуста 10 мен 15 минут аралығында пісіреміз. Мінекей мына менің печеньем осындай 15 минуттың ішінде пісіп шықты. Печеньеміздің сырты қызарып, асты да қызарып пісуі қажет.
Мына шетте печеньеміздің екінші партиясы осылай пісіп шықты. Достар, сіздер осы печеньелердің пісу уақытын өздеріңіздің пештеріңізге қарай ыңғайлаңыздар. Себебі әр үйдің пеші әр түрлі пісіреді. Мысалмен де айтсам болады. Менің бірінші противень печеньем 12 минуттың ішінде пісіп шықса, екінші противень печеньем 15 минуттың ішінде пісіп шықты. Сол үшін де печеньелеріңізге қарап тұрыңыздар. Печеньелеріңіз күйіп кетпесін. Печеньенің үсті қызарып, асты да қызарып піссе, печеньелеріңіз пісті деген сөз. Печеньелеріңізді суытып, сосын дәм татып көре берсеңіздер болады. Бұл печенье өте дәмді болып шықты. Өзіме қатты ұнайтын печеньелердің бірі, себебі арасына шоколад қосылған. Шоколад қосу арқылы печеньеміз өте дәмді болып шықты. Сіздер де осы печеньені жасап көріңіздер. Осылай печеньелеріңізді жасап, балаларыңызды қуантыңыздар. Сіздермен болған Фатима. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар.